Хадиша, сен қайдасың? 70-тен асқан Ахмет қолындағы сарғайып кеткен ескі суретке қайта-қайта үмілді. Суретте өзімен көрші қызы Хадиша тұр. Екеуінің жүзінде балалықтың аңғал күлкісі. Бірақ сол күлкіге қол жеткізу үшін ол өмір бойы өткен күндерді аңсап келді. Сені қанша іздедім, Хадиша? Бір рет болсын жолғармыз деп үмітімді үзбедім, деп сыбырлады қария. Оның жанарын жас торлап, санасы алыста қалған 1947 жылға қайта оралды. Соғыс аяқталғанына 2 жыл өтсе де, Арғалық ауылы ауыр тұрмыстың қосалынан шыға қоймаған еді. Көшелерде сән салтанат жоқ. Саздан соғылған аласа үйлер, ескі қоралар, шаңы бұрқыраған қара жол. Ер азаматтардың көбі соғыстан оралмаған. Ауылдың бар тірлігі әйелдер мен қариялардың ығында еді. Дегенмен ауыл балалары жоқшылықты көп ойламайтын. Олар үшін ең үлкен бақыт бірге ойнап, бірге күлу болатын. Ахмет пен Хадиша көрші тұрды. Екеуі ес білгеннен бірге өсті. Таң атқаннан кеш батқанға дейін көшенің балаларымен асыр салып ойнайтын. Кейде асық атып, кейде ақсүйек іздеп, кейде өзеннің жағасына барып тас лақтырып жарысатын. Қыста қолдан шана жасап сырғанап, жазда гүл теріп далада асыр салатын. Хадиша күлімдегенде Ахметтің жүрегі ерекше толқитын. Бірақ ол кезде махаббат дегеннің не екенін екеуі де түсінбейтін. Тек бір-бірін көрмесе, көңілдері құлазитынын ғана сезетін. Хадиша анасы пісірген бір тілім нанын екіге бөліп, «Мә, Ахмет, сен де же», деп ұсынатын. Ал Ахмет орманнан әкелген әдемі гүлді үнсіз ғана Хадишаның қолына ұстататын. Көшенің үлкендері бұларды көріп, «Мына екеуі өскенде айырылмайтын шығар», деп күлімсірейтін. Балалар болса ұялып бір-біріне қарауға именетін. Уақыт өте берді. Бір күні Хадишаның әкесіне басқа өмірге қоныс аудару туралы бұйрық келеді. Бұл хабар екі баланың жүрегіне ауыр тиді. Көшер күні Ахмет пен Хадиша ауыл сыртындағы жалғыз теректің түбінде үнсіз отырды. Екеуінің де көзінде жас. «Біз қайта кездесеміз ғой», деді Хадиша дірілдеген үнмен. Ахмет еш ойланбастан, «Мен сені міндетті түрде іздеп табамын, қайда жүрсең де табамын», деді. Хадиша үнсіз басын іздеп, кішкентай ақ орамалының бір шетін Ахметке ұстатты. «Осыны сақта, сонда мені еш қашан ұмытпайсың». Сол күннен кейін тағдыр екеуін екі жаққа айырды. Жылдар өтті. Балалық шақ артта қалды. Бірақ Ахметтің жүрегінде Хадишаға деген бала күнгі мөлдір сезім ешқашан өшкен жоқ. Сондықтан 70-тен асқан шағында да ол туған аулы Арғалыққа қайта-қайта келіп, баяғы соқпақпен жүріп, жалғыз үмітті жүрегінде сақтап келеді. Өйткені ол әлі күнге дейін бір күні Хадишаны тауып, балалық шағында берген уәдесін орындайтынына сенеді. Ахмет терең күрсініп, өткен өмірін көз алдынан тағы бір өткізді. Балалық шағында берген уәдесі жүрегінен бір сәтте өшкен емес. Жылдар өте ол ер жетіп, азамат болды. Бірақ қанша жұмыс істеп, қанша жер көрсе де, жүрегінің түкпірінде бір ғана арман жатты: Хадишаны табу. Бір күні ол бала күнгі таныстарын іздеп, ауыл-ауылды аралай бастады. «Хадишаны білесіздер ме? Арқалықтан көшіп кеткен еді. Қайда тұратынын естіген жоқсыздар ма?» деп кезіккен адамнан сұрайтын. Бірнеше күн бойы ізденгеннен кейін егде тартқан бір қария: «Иә, білемін балам. Олар көп жыл бұрын аудан орталығына қоныс аударған. Әкесі сол жақта жұмыс істеді. Қазірде сонда тұратын болу керек», деді. Осы сөзді естігенде Ахметтің жүрегі дүрсілдеп қоя берді. Ертеңіне-ақ жолға шықты. Көңілі алып ұшып, қолына шағын сыйлығын ұстап, көрсетілген мекенжайға келді. Ескі қақпаның алдына тоқтап, жүрегі ерекше толқыды. «Шынымен осы үй ме? Хадиша осында тұра ма екен?» Ол ақырым ғана қақпаны қақты. Бірнеше сәттен кейін есікті ақ шашы самайына түсе бастаған ер адам ашты. Ахмет бірден таныды. «Ассалаумағалейкум. Сіз Хадишаның әкесі емессіз бе?» Қария мұқият қарап тұрды да, кенет жүзі жадырап кетті. «Әй, айналайын, сен Ахметсің ғой, Арғалықтағы көршіміздің баласы». «Иә аға, мен Ахметтім». Осы кезде үйден Хадишаның анасы да шығып, Ахметті көрген бойда көзіне жас алды. «Құлымым-ай, қанша жылдан кейін келіп тұрсың? Кір балам, төрлет. Өз баламыз келгендей болып тұрмыз ғой». Ахмет үйге кіргенде бәрі бұрыннан таныс адамдардай жылы қарсы алды. Аз уақыттың ішінде дастархан жайылып, ыстық шай құйылды. Үй іші сағынышқа толы әңгімеге айналды. Хадишаның әкесі күлімдеп: «Ал балам, әке шешең аман ба? Денсаулықтары қалай? Арқалықтағы жұрттың жағдайы қалай екен?» деп сұрады. Ахмет шайын жайлап қойып: «Аллаға шүкір аман. Әкем де анам да сіздерді жиі еске алып отырады. Баяғы жақсы көршілеріміз қайда жүр екен?» деп айтып қояды. Ауылда баяғыда емес, біраз өзгеріпті.
Бірақ балалық шағымыз өткен көшені көрген сайын, бәрі көз алдыма келеді, деді. Хадишаның анасы күрсініп, «Иә, балам, өмір адамды әр жаққа алып кетеді екен, бірақ жақсы адамдар ұмытылмайды». Ахмет үнсіз басын изеді. Оның көзі еріксіз үйдің ішін шолып өтті. Жүрегі бір ғана сұрақтың жауабын іздеп тұрды. Хадиша қайда екен? Ахмет дастархан басында отырғанымен, көңілі бір орында тұрмады. Көптен бері көкейінде жүрген жалғыз сұрақты қоюға батылы жетпей отырды. Шай құйылып, ауылдың адамдары, ескі көршілер өткен күндер жайлы әңгіме біразға созылды. Ақыры шыдай алмай, жай ғана жымиып, «Апай, Хадиша қайда екен? Көрінбейді ғой», деп сұрады. Үй үшін бір сәт үнсіздік басты. Хадишаның анасы ыңғайсыздана күлімсіреп, «Хадиша мектепте, балам. Биыл соңғы сыныпта оқиды. Алда үлкен емтихандары бар. Соған дайындалып жүр. Осы уақытта сабақтан кешірек қайтады», деді. Ахмет үнсіз басын изеді. Жүрегі біртүрлі жеңілдеп қалды. Демек, аман екен. Осында тұрады екен, деп іштей қуанып отырды. Хадишаның әкесі әңгімені жалғап, «Қыз балаға оқу керек қой. Оқимын, мұғалім боламын» деп күндіз-түні кітаптан баса алмайды. Мінезі де баяғы қалпы, сабырлы, көп сөйлемейді, деді мақтанышпен. Ахмет еріксіз күлімсіреп жіберді. Оның есіне бала күндері Хадишаның кітапты ерекше жақсы көретін түсті. Басқа балалар асық ойнап жүргенде, Хадиша кейде ағаштың көлеңкесінде отырып кітап оқитын. Ахмет болса, оның қасына үнсіз барып отыра қалатын. Сол сәтте сырттан біреудің дауысы естілді. «Апа, мен келдім». Есік ашылып, бойшаң, ығы кең жас жігіт ішке кірді. Табалдырықтан аттай бере, дастархан басында отырған бейтаныс жігітке көзі түсіп, бір сәт тоқтап қалды. Ал Ахмет орнынан атып тұрды. «Бауыржан?» Жігітте таңырқай қарап, «Ей, Ахмет, сен бе?» Келесі сәтте екеуі құшақтасып көрісті. Хадишаның әкесі күліп жіберді. «Міне, сендердің бала күнгі достықтарың әлі үзілмепті ғой». Бауыржан Ахметтің ығынан қағып, «Сен мүлде өзгеріп кетіпсің, бірақ көзің сол баяғы қалып екен. Қайдан жүрсің? Қашан келдің?» деп қуана сөйлеп кетті. «Бүгін ғана келдім. Сендерді іздеп әрен таптым», деді Ахмет. «Есіңде ме? Біз өзенге барып балық ұстайтын едік. Қыста шанамен жарысатынбыз. Кейде Хадиша бізді іздеп келіп, анам шақырып жатыр деп алып кететін», деп күлді Бауыржан. Екеуі балалық шақтың қызықты күндерін еске алып, ұзақ әңгімелесті. Үй үшін күлкіге толтырған сол сәтте Ахметтің жүрегі ерекше тынышталып қалғандай болды. Бірақ оның жан дүниесінде бір ғана тілек маздап тұрды. Ол Хадишаны көруді тағатсыздана күтіп отырған еді. Бауыржан мен Ахмет балалық шақтың қызықты естеліктерін айтып күліп отырған кезде сырттан ақырын ғана қақпа сықырлады. Артынша ауладан жеңіл аяқ дыбысы естілді. «Апа, мен келдім», деген нәзік дауыс үй ішіне жайылып кетті. Ахметтің жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Бұл дауысты ол ұмытқан емес. Үйдің есігі жайлап ашылды. Табалдықтан мектеп сөмкесін көтерген бой жеткен кіріп келді. Бойы ұзын, жүрісінен ақ инабаттылық байқалады. Жүзі аппақ, мөлдіреген жанары ерекше мейірімге толы. Ұзын қара шашын екі бұрым етіп өріп қойған. Үстіндегі қарапайым көйлегі өзіне сондай жарасып тұр. Оның жүзінен ешқандай жасандылық емес, қазақ қызына тән ұяңдық пен әдеп сезілетін. Хадиша ішке кіріп келе жатып, «Ассалаумағалейкум» деп амандаса бергенде, көзі дастархан басында отырған Ахметке түсті. Ол сөзін аяқтай алмай қалды. Қолындағы кітаптары жерге сырғып түсті. Ахмет те орнынан баяу көтерілді. Екеуі үнсіз бір-біріне қарап қатып қалды. Жылдар, сағыныш, үміт. Бәрі сол бір сәттің ішіне сыйып кеткендей еді. Ахметтің көз алдында бір кезде гүл теріп жүгіретін кішкентай қыз емес, бой жетіп, нағыз сұлу қазақ қызы тұрған еді. Ал Хадиша алдында балалық шағында бірге өскен ойын баласын емес, иығына жауапкершілік артылған, жүзіне ер азаматқа тән байсалдылық қонған жігітті көріп тұрды. Екеуі де сөйлегісі келді, бірақ сөз табылмады. Жүрек қана сөйлеп тұрғандай. Хадишаның анасы үнсіздікті бұзып, «Қызым, танымай тұрсың ба? Бұл Ахмет, арқалықтағы көшіміздің баласы. Бала күнінде бір елі ажырамай бірге жүретін едіңдер», деді. Хадишаның жанары жасаурап кетті. «Ахмет, сен бе?» Дауысы баяу шықты. Ахмет жымиып басын изеді. «Иә, менмін Хадиша». Осы екі ауыз сөзінің өзінде қаншама сағыныш, қаншама жылдардың салмағы жатқандай еді. Бауыржан күліп, «Әй, екеуің неге үндемей қалдыңдар? Бір-бірлеріңді бірінші рет көріп тұрғандайсыңдар ғой», деді.
Үйдегілер де жымиып қойды. Ал Ахмет пен Хадиша үшін сол сәтте айналадағы күлкі де, әңгіме де естілмей қалғандай болды. Ахметтің жүрегі кеудесіне сыймай соғып тұр. Міне, мен өмір бойы іздеген жан осы екен ғой. Ал Хадиша да дәл сондай күй кешіп тұрған еді. Ол Ахметтің жанарына қарап тұрып, бала күндері ауыл шетіндегі өзен жағасында бірге өткізген кештерін, гүл теріп жүрген жаздарын, қыста шанамен сырғанаған күндерін, айырылар сәтте айтылған үнсіз уәделерді есіне алды. Ол кезде екеуі бұл сезімнің атын білмейтін, тек бір-бірін көрмесе көңілдері құласып, кездессе қуанып кететін. Жылдар өте келе балалықтың сол мөлдір сезімі жүректің ең терең түкпірінде сақталып қалыпты. Енді міне, арада қаншама жыл өткен соң, сол сезім қайта оянғандай болды. Хадиша шай қимақ болып кесеге қол созғанда, саусақтарының дірілдегенін өзі де байқап қалды. Ахмет те оған қарап отырып, көзін тайдыра алмай қойды. Екеуінің жанарлары қайта тиісті. Бұл жолы ешқайсысы көзін бірден алып қашпады. Сол үнсіз қарастың өзінде сағыныш та, қуаныш та, жүрекке жылу сыйлаған ерекше сезім де бар еді. Хадиша ақырын ғана жымиғанда, Ахметтің бала күннен бері жүрегінде сақтап келген бейнесі бұрынғыдан да әдемі болып көрінді. Ал Хадиша болса, өмірдің талай белесін артқа тастағанымен, Ахметтің жанарынан баяғы өзіне қамқор болып жүретін адал баланы көргендей болды. Екеуі ешқандай уәде айтқан жоқ, ешкімге сезімдерін жариялаған жоқ. Бірақ дәл сол күні екеуі де бір шындықты жүректерімен түсінді. Кейбір сезімдер уақыт өткен сайын өшпейді. Керісінше, жылдар оны үнсіз күтіп, одан сайын қадірлете түседі. Кеш бата Ахмет Хадишаның ата-анасымен, Бауыржанмен жылы қоштасты. Көп рахмет аға, апай. Қонақжайлықтарыңызға Алла разы болсын. Тағы келемін, деді ол. Хадиша үндемей ғана шығарып салды. Екеуінің көздері тағы бір рет түйісті. Бірақ ешқайсысы жүрегіндегі сөзді айта алмады. Ахмет сол түні көзіле алмады. Жастық шағында алғаш рет жүрегі осылай дүрсілдеп, көңілі алып ұшқан еді. Қанша жылдан бері іздеген адамы дәл жанында жүргеніне сене алмай, таңды кірпік қақпай қарсы алды. Ертесіне күн жаңа ғана көтерілгенде, Ахмет Хадишалардың үйінен алысырақ жерге келді. Ескі теректің тасасына тұрып, үй жаққа көз тастап тұрды. Бүгін оны тағы көрем деген ой ғана көкірегін кернеп тұрды. Көп ұзамай үйдің есігі ашылды. Хадиша қолына бірнеше кітап ұстап сыртқа шықты. Ақ көйлегінің үстінен қара көк шәлі жамылып алған. Ұзын қара шашы баяғыда екі бұрым болып өрілген. Жүрісі баяу, байсалды. Ахмет оның өзін байқамағанына көз жеткізіп, алыстан ғана соңынан ерді. Ол еш жаман оймен емес, тек Хадишаның оқитын мектебін білгісі келді. Хадиша ауылдың шетіндегі екі қабатты мектепте кіріп кеткенде ғана Ахмет тоқтады. Демек, осы жерде оқиды екен, деп күлімсіреді. Сол күні ол мектеп маңынан ешқайда кеткен жоқ. Сабақтың қашан аяқталатынын күтті. Күн еңкейіп, мектеп қоңырауы соғылды. Балалар топ-топ болып сыртқа шыға бастады. Бір кезде көпшіліктің арасынан Хадиша көрінді. Ол жалғыз келе жатыр екен. Ахмет терең тыныс алып, батылдық жинады. Хадиша? Хадиша жалт бұрылды. Ахметті көргенде жүзіне жылы күлкі үйірілді. Ахмет, сен бе? Иә, мен сені күтіп тұрдым. Хадиша таңырқап қалды. Мені ме? Иә. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Егер уақытың болса, аздап жүріп қайтайықшы, деді Ахмет. Хадиша үнсіз ғана басын изеді. Екеуі қатарласып, ауыл сыртындағы өзенге қарай бет алды. Бұл өзен олардың балалық шағында ең жақсы көретін жер еді. Су баяу ағып жатыр. Жағалаудағы талдардың жапырағын самал жел тербетеді. Күннің алтын шапағы су бетіне түсіп, айналаны ерекше тыныштыққа бөлеп тұрған. Екеуі жағадағы үлкен тасқа отырып қалды. Біраз уақыт ешкім үндемеді. Тек судың сылдыры ғана естіледі. Ақыры Ахмет үнсіздікті өзі бұзды. Хадиша, мен саған бір нәрсені көп жылдан бері айтқым келіп жүр. Хадиша жай ғана оған бұрылып қарады. Ахмет терең дем алды. Сен көшіп кеткен күннен бастап, мен сені бір күнде ұмытқан емеспін. Әр ауылдан, әр таныстан сені сұрадым. Қайда жүр екен деп іздедім. Кейде таба алмаймын деп үмітімді үзген кездерім де болды. Бірақ жүрегім бір күні міндетті түрде кездесесіңдер деп айтатын. Ол бір сәт тоқтап, Хадишаның жүзіне қарады. Бала кезімізде бұл сезімнің не екенін түсінбейтінмін. Саған гүл сыйлағым келетін, сені күнде көргім келетін, сен ауысаң, менің де көңілім түсетін.
Кейін өсе келе түсіндім. Мен сені жақсы көріппін. Ахметтің даусы дірілдеп шықты. Жылдар өтсе де ол сезім өзгермеді. Бүгін сені көргенде жүрегім тағы да сол баяғы бала күнбідей соқты. Сондықтан ішімде сақтап жүре алмадым. Мен сені жақсы көремін, Хадиша. Хадиша үнсіз отырды. Ол басын төмен салып, өзеннің баяу ағысына ұзақ қарады. Жүрегі қатты соғып тұрса да ештеңе демеді. Тек көзінің қиығымен Ахметке бір рет қарап қойды. Оның жанарында қуаныш та бар еді, толқу да бар еді. Бірақ ол сезімдерін сөзге айналдырмады. Ахмет те оны қыстамады. Өйткені кейде үнсіздік айтылған мұң сөзден де терең болады. Күн көкжиекке баяу еңкейіп бара жатты. Ал өзен жағасында қатар отырған екі жастың жүрегінде жылдар бойы сөнбей сақталған сезім қайтадан оянған еді. Бірақ сол күні ол сезімді тек Ахмет қана сөзбен жеткізді. Ал Хадиша өз жауабын жүрегінде сақтап қалды. Күн еңкейіп, өзен жағасын салқын самал пербет тұрды. Ахмет жүрегіндегі бар сырын айтып болғаннан кейін үнсіз қалды. Хадиша болса су бетіне ұзақ қарап отырды. Оның жүзінен не қуаныш, не мұң екенін бірден аңғару қиын еді, бірақ жанары дірілдеп тұрды. Біраз уақыттан кейін Хадиша ақырын ғана орнынан тұрды. Уақыт біраз болып қалыпты. Мен үйге қайтуым керек. Әйтпесе мені іздейді, деді ол жай ғана. Ахмет те орнынан көтерілді. Әрине, мен сені шығарып салайын. Екеуі ауылға қарай қатар жүрді. Бұрын бала. Бірақ бұл үнсіздіктің өзі өзгеше еді. Бұрынғыдай балалық емес, жүрекке салмақ салған есейген сезім бар. Хадиша үйінің қақпасына жеткенде тоқтады. Рахмет, Ахмет, деді ол. Ертең сені тағы көрсем бола ма? Деді Ахмет үмітпен. Хадиша бірден жауап бермеді, тек сәл ғана жымиып. Білмеймін, деді де қақпа ішіне кіріп кетті. Бірақ сол жымиыстың өзі Ахметке үлкен үміт сыйлады. Екінші күні Ахмет тағы да мектеп маңына келді. Бұл жолы ол Хадишаны алыстан аңдыған жоқ. Ашық күтті. Сабақ аяқталып, оқушылар тарай бастағанда Хадиша оны бірден көрді. Ол тоқтап қалды. Ахмет жай ғана жақындады. Сәлем, Хадиша. Сәлем. Екеуі тағы да ауыл сыртындағы тыныш жолға түсті. Біраз жүрген соң Ахмет тоқтап оған тура қарады. Хадиша, мен кеше саған жүрегімдегі сөзді айттым. Бірақ сен ештеңе демедің. Мен сені қинағым келмейді. Тек бір нәрсені білгім келеді. Хадиша басын төмен салды. Ахметтің даусы жұмсақ шықты. Сен мені ұнатасың ба? Мен кеткеннен кейін мені ойладың ба? Бала күнімізден бері жүрегіңде кішкентай болса да бір сезім қалды ма? Хадиша үнсіз қалды. Оның саусақтары қолындағы кітабының шетін қыса түсті. Жауап беруге батылы жетпей тұрғаны анық еді. Ахмет тағы сөйледі. Егер сенің жүрегіңде маған деген сезім болмаса, мен сені мазаламаймын. Бірақ егер аз да болса сезімің болса, онда осы сезімді жоғалтпайық, жалғастырайық. Бір-бірімізді танып күтейік. Мен сені өмірімнен екінші рет жоғалтқым келмейді. Осы сөзден кейін Хадиша жайлап басын көтерді. Көздері жасқа толып тұр екен. Ол ештеңе айтпады. Тек ақырын ғана басын изеді. Ахметтің жүрегі қуаныштан дүрсіндеп кетті. Демек, сен қарсы емессің бе? Хадиша тағы да үндемей басын изеді. Ол сезімін ашық айта алмады. Ияндығы жібермеді. Бірақ сол үнсіз келісім Ахмет үшін мың сөзден артық еді. Ахмет күлімсіреп. Рахмет саған, Хадиша. Мен бұдан артық жауап күтпеймін. Сенің осы бас изегеніңнің өзі маған күш береді, деді. Бірақ оның жүзіндегі қуаныш бір сәттен кейін сабырға ауысты. Мен саған тағы бір нәрсе айтуым керек. Жақында басқа қалаға жұмысқа кетем. Көп уақытқа болуы мүмкін. Бірақ сен қорықпа. Мен сені ұмытпаймын. Міндетті түрде хат жазып тұрамын. Әр хатымда өзімнің қайда жүргенімді, не істеп жүргенімді айтамын. Ал сен қаласаң жауап жазарсың. Хадиша жүрегі шым ете қалғандай үнсіз тыңдап тұрды. Сен кетесің бе? Деді ол, алғаш рет қобалжыған үнмен. Ахмет басын изеді. Иә, бірақ бұл қоштасу емес. Бұл тек сынақ шығар. Егер сезіміміз шын болса, арадағы жолда, уақытта бізді ажырата алмайды. Хадиша көзін төмен сүріп, баяу ғана. Хат жаз, деді. Бұл оның сол күнгі ең батыл сөз еді. Ахметтің жүзі нұрланып кетті. Жазамын, міндетті түрде жазамын. Кешкі самал екеуінің арасынан баяу есіп өттітті.
Хадиша сезімін ашық айтпаса да, жүрегінің есігін үнсіз ашқан еді. Ал Ахмет сол үнсіздіктің өзінен үміт тауып, алдағы күндерге сеніммен қарады. Сол сәтте екеуі де түсінді. Шынайы сезім кейде айқайлап айтылмайды. Ол жай ғана бір бас изеумен, бір ауыз хат жаз деген сөзбен жүрекке мәңгі жазылып қалады. Келесі күні Ахмет таң атпай ерте оянды. Көңілі біртүрлі тоқып тұрды. Хадишаның хат жаз деген бір ауыз сөзі түні бойы құлағынан кетпеді. Сол сөз оның жүрегіне үміт болып қонған еді. Бірақ ол бір нәрсені анық түсінді. Хадиша бір үйдің аяулы қызы, ағаларының көз қуанышы. Сондықтан бұл сезімді жасырын ғана жалғастыра беру дұрыс емес еді. Сол оймен Ахмет Бауыржанды іздеп шықты. Бауыржан оны ауыл шетіндегі ескі диірменнің қасынан кездестірді. Екеуі бала күнгі достардай құшақтасып амандасты. Бірақ Ахметтің жүзіндегі қобалжуды Бауыржан бірден байқады. «Не болды, Ахмет? Айтатын сөзің бар сияқты ғой», деді ол. Ахмет біраз үнсіз тұрды да терең дем алды. «Бауыржан, мен саған ашық айтқым келеді. Мен Хадишаны жақсы көремін». Бауыржан бірден жауап бермеді. Ол Ахметке ұзақ қарап тұрды. Ахмет сөзін жалғастырды. «Бұл бүгін пайда болған сезім емес. Бала кезден жүрегінде қалған сезім. Ол көшіп кеткеннен кейін де ұмытпадым. Іздедім, таныстардан сұрастырдым. Тапқан күні өзімді өмірімнің жоғалған бір бөлшегін тапқандай сезіндім. Мен оны ренжіткім келмейді, қинағым да келмейді. Бірақ сезімімді жасыра алмадым». Бауыржан ауыр күрсінді. Оның көз алдына кішкентай кездері келді. Ахмет пен Хадиша бірге ойнап жүрген күндер. Ахметтің қарындасына үнемі қамқор болып жүретіні. Хадишаның да Ахметті көрсе жүзі жайнап кететіні есіне түсті. «Ахмет», деді Бауыржан байыппен, «сен менің бала күнгі досымсың. Сені жаман адам деп ойламайым. Егер қарындасымның саған деген сезімі болса, мен қарсы емеспін». Ахметтің жүзіне үміт ұялады. Бірақ Бауыржан сөзін қатқылдау жалғастырды. «Бірақ бір нәрсені түсін. Хадиша менің жалғыз қарындасым. Ол ұяң, ішіндегі сезімін оңай айта бермейді. Сен оны қыспақтама, жауап бер деп асықтырма, жүрегіне салмақ салма. Егер ол сені шын ұнатса, өзі де білдіреді. Ал егер үндемей жүрсе, оны әлсіздік деп ойлама. Қыз баланың жүрегі нәзік болады». Ахмет басын төмен иді. «Түсінем, Бауыржан. Мен оған ешқашан қысым жасамайым. Керісінше күтемін. Қанша уақыт керек болса да күтемін». Бауыржан оның ығына қолын қойды. «Онда жолың болсын, бірақ есінде болсын. Мен қарындасымның көз жасын көргім келмейді». «Көрмейсің», деді Ахмет нық дауыспен. «Мен оны жылатуға емес, бақытты етуге ниеттімін». Осы әңгімеден кейін Ахметтің жүрегі жеңілдеп қалды. Ол Бауыржанның рұқсатын емес, түсінігін алғандай болды. Бұл оған үлкен жауапкершілік жүктеді. Көп ұзамай Ахмет басқа қалаға жұмысқа аттанды. Пойыз терезесінен артта қалып бара жатқан ауылға қарап отырып, оның жүрегі Хадишада қалды. Қаланың дауысы, жаңа адамдар, бөтен көшелер, бәрі оған жат көрінді. Бірақ сол жат дүниенің ішінде оны жылытып тұрған бір ғана үміт бар еді. Хадиша оның хатын күтеді. Жұмысқа орналасқан алғашқы күні-ақ кешкісін кішкентай бөлмесіне келіп, шам жағып, ақ қағаз алды. Қолы сәл дірілдеп тұрды. «Қадірлі Хадиша», деп бастады ол. Біраз ойланып отырды да, жүрегіндегі сөзді қағазға түсіре бастады. «Хадиша, мен бұл қалаға аман есен жеттім. Мұнда бәрі бөтен. Көшелері де, адамдар да, тіпті кешкі самалы да арғалықтағыдай емес. Бірақ қайда жүрсем де, ойымнан сен кетпейсің. Сені соңғы рет көрген сәтім көз алдымда тұр. Сенің үнсіз бас изегенің, хат жаз деген бір ауыз сөзім менің жүрегіме күш берді. Мен сенен көп нәрсе сұрамаймын. Сезімінді дәл қазір ашық айт деп те қинамаймын. Тек менің сені шын жақсы көретінімді білсең болғаны. Мен сені бала кезден ұмытқан емеспін. Сенің күлкің, екі бұрымың, ұяң көз қарасың, бәрі жүрегімде сақталып қалыпты. Жылдар мені есейтті, бірақ саған деген сезімінді өшіре алмады. Егер сенің жүрегіңде де маған деген кішкентай ғана орын болса, мен сол орынға лайық болуға тырысамын. Сенің сеніміңді ақтағым келеді. Бір күні қайта оралып, сенің алдында адал ниетіммен тұрамын. Мені күт деп бұйырмаймын, бірақ мен сені күтемін. Хатың келсе, мен үшін бұл қаладағы ең жарық күн сол болады». Ахмет хатты аяқтағанда көзіне жас келді. Ол қағазды ұқыптап бүктеп, конвертке салды. Сыртына Хадишаның мекенжайын жазды. Сол сәтте ол алыста жүрсе де, жүрегі Хадишаға бұрынғыдан да жақындай түскенін сезді. Ал оның алғашқы хаты үнсіз басталған махаббаттың ең алғашқы куәсі еді.
Хадиша сол күні мектептен келгенде анасы қолына кішкентай ғана конверт ұстатты. «Қызым, саған хат келіпті», деді анасы жай ғана. Хадишаның жүрегі бірден тырс ете қалды. Ол хаттың кімнен келгенін айтқызбай-ақ сезді. Қолына алған конверттің сыртындағы таныс жазуды көргенде саусақтары дірілдеп кетті. Ахмет. Ол хатты бірден ашуға батылы жетпеді. Бөлмесіне кіріп, есікті ақырын жапты да терезе алдына отырды. Күн кешке қарай еңкейіп бара жатыр еді. Хадиша конвертке ұзақ қарады. Бір жағынан жүрегі алып ұшып оқығысы келді. Екінші жағынан ішіндегі сөздерден қорықты. Ақыры терең дем алып, хатты жайлап ашты. Ахметтің әрбір сөзі жүрегіне тура жетіп жатты. Ол бөтен қалаға аман жеткенін, бәрі жат көрінетінін, бірақ ойынан Хадиша кетпейтінін жазыпты. «Мені күттеп бұйырмаймын, бірақ мен сені күтемін» деген жолға келгенде Хадишаның көзіне жас толды. Ол хатты кеудесіне басты. «Ахмет», деп сыбырлады. Сол сәтте ол өзінің де Ахметті ойлайтынын анық түсінді. Ол кеткеннен бері ауыл көшесі бұрынғыдай көрінбейтін. Мектептен қайтар жолда өзен жаққа көз салатын. Біреу атын атап шақырса, жүрегі Ахмет келгендей еленете қалатын. Бірақ Хадиша сезімін қағазға түсіруге қорықты. Егер ашық жазсам ше, егер ата-анам біліп қойса ше, егер ол менің сөзімді тым батыл деп ойласа ше, деген ойлар мазасын алды. Сол себепті ол бірден жауап жазбады. Бір күн өтті, бір апта өтті, 2 апта өтті. Ахметтің хаты оның жастығының астында жатты. Кей түндері бәрі ұйықтағанда Хадиша шамды бәсең жағып, хатты қайта-қайта оқитын. Әр оқыған сайын жүрегі елжіреп, көзінен үнсіз жас таматын. Бірақ жауап жазуға келгенде қолы жүрмеді. Ал Ахмет басқа қалада күн сайын пошташының жолын күтті. Жұмыстан шаршап келсе де, алдымен есік алдындағы хат жәшігіне қарайтын. Бос екенін көрген сайын жүрегі сәл суық қалатын. Мүмкін жауап жазғысы келмеген шығар. Мүмкін мен асығыстық жасадым деп ойлайтын. Бірақ келесі күні тағы үміттенетін. Арада тура бір ай өткенде ғана Хадиша ақ қағаз алып ұзақ отырып қалам ұстады. Жүрегінде айтылар сөз көп еді, бірақ қағаз бетіне соның бәрін сүруге батылы жетпеді. Ол қысқа ғана жазды. «Ахмет, хатынды алдым. Аман жеткеніңе қуандым. Бізде бәрі жақсы. Ата-анам аман. Бауыржан да сәлем айтты. Оқуыма дайындалып жүрмін. Сен де жұмысыңа абай бол. Хат жазып тұр». Хатынды оқығанда ауыл жақын болып кеткендей сезілді. Хадиша. Ол хатты аяқтаған соң біраз уақыт қарап отырды. Жазғысы келген ең маңызды сөздері қағазда жоқ еді. «Мен де сені ойлаймын. Мен де сағындым. Мен де күтемін» деген сөздер жүрегінде қалып қойды. Хадиша хатты бүктегенде көзінен бір тамшы жас қағаздың шетіне тамып кетті. Ол оны сүртпеді. Сол тамшы айтылмаған сезімнің орнына қалғандай еді. Бірнеше күннен кейін хат Ахметтің қолына тиді. Пошташы конвертті бергенде Ахметтің жүрегі кеудесіне сыймай кетті. Ол хатты бірден ашты. Жолдары аз екенін көргенде көңілі бір сәт түсіп қалды. Бірақ әр сөзді қайта-қайта оқыды. Хат жазып тұр. Осы бір ауыз сөз оның жанын жылтып жіберді. Хадиша сезімін ашық жазбағанмен, Ахмет оның үнсіздігін түсінді. Ол хаттың шетіне тамған кішкентай дақты көрді. Жас па, әлде су ма білмеді, бірақ жүрегі оның көз жас екенін сезді. Ахмет хатты алақанына қысып, терезе алдына келді. Қала көшесінде бөтен адамдар асығып өтіп жатты. Ал оның ойы алыстағы арқалықта екі бұрым шашын өрген ұяң қыздың жанында еді. «Сен айтпасаң да, мен сезем, Хадиша», деді ол жай ғана. Сол қысқа хат Ахмет үшін ұзақ жауаптан да қымбат болды. Өйткені онда ашық мойындау жоқ еді, бірақ үнсіз үміт бар еді. Ал кейде махаббат дәл солай басталады. Біреуі жүрегін ашып жазады, екіншісі аз ғана сөзбен жауап береді. Бірақ сол аз сөздің артында бүкіл бір сағыныш жасырынып тұрады. Ахмет Хадишаның қысқа ғана хатын қайта-қайта оқыды. Әр жоғын жүрегімен сезінгендей болды. Онда көп сөз жоқ еді. Сағындым демеген, жақсы көремін деп жазбаған. Бірақ хат жазып тұр деген бір ауыз сөз Ахметке бүкіл дүниедей көрінді. Ол сол түні ұйықтай алмады. Қала сыртындағы кішкентай бөлмесінде жалғыз отырды. Терезе сыртында бөтен көшенің шамдары жанып тұр. Адамдар асығып өтіп жатыр. Бірақ Ахметтің ойы тек Хадишаның жанында еді. Ол үстел басына отырып ақ қағаз алды. Қаламын қолыма ұстағанда жүрегі тағы да дүрсілдеп кетті. «Қадірлі Хадиша» деп бастады ол. Бірақ біраз ойланып қайта сызып тастады. «Жаным Хадиша» деп жазғысы келді.
Алайда қыздың ұяң мінезін ойлап, асыра сөйлеуге батылы жетпеді. Ақыры былай деп бастады. Хадиша, хатыңды алдым. Маған жауап жазғаныңа көп рахмет. Сенің аз ғана сөзің мен үшін үлкен қуаныш болды. Хатың қолыма тиген сәтте өзімді жалғыз сезінбей қалдым. Бөтен қалада жүрсем де, сенің дауысыңды естігендей болдым. Ахмет тоқтап терең дем алды. Жүрегінде сақталған сезімді енді жасыра алмады. Мен сені тағы да бір рет ашық айтқым келеді. Мен сені жақсы көремін. Бұл жай ғана сағыныш емес. Бұл бала күннен басталып, жылдар бойы жүрегімде сақталған таза сезім. Сені алғаш қайтайта көрген күн-ақ түсіндім. Мен сені ешқашан ұмытпаппын. Хадиша, мен сенімен өмірімді байланыстырғым келеді. Бір күні жұмысыма орнығып, аяғыма нық тұрған соң ата-анана барып қолымды сұрағым келеді. Мен сені жарым еткім келеді. Сенің қасында адал жолдас, сенетін серік болғым келеді. Осы жолдарды жазғанда Ахметтің көзіне жас келді. Ол алғаш рет болашақты Хадишамен бірге елестетті. Кішкентай үй, терезе алдында күремдеп тұрған Хадиша, аула ішінде жүгіріп жүрген балалар, кешкісін дастархан басында бірге отырған бақытты отбасы. Ол қаламым қайта қолға алды. Мен сенен дәл қазір жауап күтпеймін. Сені асықтырғым келмейді. Бірақ жүрегімдегі арманды жасырмайын. Мен сенен бала сүйгім келеді. Бір күні біздің де шаңырағымыз болып, балаларымыз осы өмірдің қиыншылығын емес, мейірімін көріп өссе деймін. Мен оларға өзің көрген жоқшылықты көрсеткім келмейді. Еңбек етіп, сен ішінде, болашақ отбасымыз ішінде барымды саламын. Сенің жүзіңнен мұң емес, күлкі көргім келеді. Сенің көз жасыңды емес, қуанышыңды көргім келеді. Егер тағдыр бізді қоссоқса, мен сені өмір бойы қадірлеуге уәде берем. Ахмет жазған сайын жүрегі жеңілдей түсті. Ол енді қорыққан жоқ. Өйткені шынайы сезімді жасыру мүмкін емес еді. Хадиша, мен сенің ұяң екеніңді білемін. Сезіміңді ашық айту саған қиын екенін де түсінемін. Сондықтан сенен ұзақ хат күтпеймін. Тек амандығыңды жазсам болды. Бірақ жүрегіңде маған деген сенім болса, сол сенімді жоғалтпа. Мен бұл жақта жүріп, сені ұмытпаймын. Әр күнім сен туралы оймен басталып, сен туралы оймен аяқталады. Сенің хат жазықтыр деген сөзін маған үміт берді. Сол үмітті өмірімнің жарығы қылып ұстап жүрмін. Хатты аяқтағанда түн ортасы ауып кеткен еді. Ахмет қағазды жайлап бүктеп, конвертке салды. Сыртына Хадишаның мекен-жайын мұқият жазды. Ертеңіне таңертең жұмысқа барар алдында поштаға соқты. Хатты жәшікке тастаған сәтте жүрегі ерекше толқыды. Ол бұл хатпен бірге жай ғана сөз жіберген жоқ. Ол өз арманын, болашағын, адалдығын жіберді. Ал алыстағы Хадиша бұл хатты алған кезде оның жүрегі бұрынғыдан да қатты соғатынын Ахмет сезгендей болды. Сол күннен бастап Ахмет үшін әр таң бір үмітпен атты. Ол енді жалғыз емес еді. Өйткені оның жүрегінде Хадиша бар, ал болашағында Хадишамен бірге құрғысы келген үлкен бір арман бар еді. Ахмет екінші хатын жібергеннен кейін күн сайын пошта бөлімшесіне соғатын болды. Таңертең жұмысқа бара жатқанда да, кешке қайтып келе жатқанда да бірінші көздейтіні хат жәшігі. Мағам хат жоқ па? Деп пошташыдан сұрайтын. Пошташы күлімсіреп, әлі келген жоқ інім дейтін. Ахмет үнсіз басын изеп сыртқа шығатын. Мүмкін емтиханға дайындалып жүрген шығар, мүмкін қол кемеген шығар, деп өзін жұбататын. Бірақ күн өткен сайын сағынышы үдей берді. Кей түндері Хадишаның бұрынғы хатын қайта оқып шығатын. Қағаздың әр бүктемесін алақанымен сипап отырып, бір ауыз сөзімнің өзі маған күш береді, Хадиша, деп күбірлейтін. Арада бір ай өтті, сосын тағы бір ай өтті. 2 ай бойы Ахметтің күткені бір ғана хат еді. Ал Хадиша болса, Ахметтің соңғы хатын оқығаннан бері мүлде өзгеріп кеткен. Ол хатты сандықтың түбіне жасырып қойғанымен, күнде кешке шығарып қайта оқитын. Мен сенімен өмір сүргім келеді. Бір күні ата-анамнан қолымды сұраймын. Балалы болып, бақытты отбасы құрғым келеді. Осы жолдарды оқыған сайын оның жүрегі елжіреп кететін. Бірақ дәл осы сөздер оны қорқытатын да. Мен әлі мектеп бітіруге дайындалып жүрмін. Әкем мен анамның үмітін ақтауым керек. Егер олар хаттарды көріп қойса ше, деп өз-өзімен сөйлесетін. Бір күні анасы, қызым, неге соңғы кезде көп ойланатын болып кеттім, дегенде Хадиша сасып қалып, емтиханды ойлап жүрмін, деп қана жауап берді. Бұл жалған емес еді.
бірақ оның жүрегінде емтиханнан да ауыр сынақ бар болатын. Бір жағында ата-анасының сенімі, бір жағында Ахметтің адал махаббаты. Ұзақ ойланып жүріп, ақыры ол жауап жазуға бел буды. Ақ қағазды алды. Бірақ жазатын сөздер жүрегінде тұрғанымен қаламына бағынбады. Бірнеше рет бастап, қайта жыртып тастады. Ақыры қысқа ғана хат жазды. Ассалаумағалейкум, Ахмет. Хатыңды алдым. Әр хатыңды бірнеше рет оқыдым. Мен де сені сағындым. Осы сөзді жазудың өзі маған оңай болған жоқ. Қазір бар ойым алдағы емтиханым. Оны жақсы тапсырып шығуым керек. Тағы бір себебі бар. Мен ата-анамнан ұяламын. Олар маған үлкен үміт артып отыр. Сондықтан сезімімді ашық айтуға батылым жетпейді. Мен әлі жаспын. Мені дұрыс түсінесің деп ойлаймын. Өзіңді күт, Хадиша. Хатты аяқтағанда Хадишаның көзінен тағы да жас сырғып түсті. Ол жазғысы келген сөздер бұдан әлде қайда көп еді. Мен де сені жақсы көремін. Мен де сені күтемін деп жазғысы келді. Бірақ қолы бармады. Ұяң мінезі жүрегіндегі сезімді тағы да іште қалдырды. Бірнеше күннен кейін хат Ахметтің қолына тиді. Конверттің сыртындағы таныс жазуды көрген сәтте-ақ жүрегі атша туылады. Ол хатты асыға ашты. Мен де сені сағындым. Осы бір ғана сөйлемді оқығанда Ахметтің жанары жапаурап кетті. Ол хатты кеудесіне қысып көзін жұмды. Демек, мен жалғыз сүймекпін деп сыбырлады. Кейінгі жолдарды асықпай оқып шықты. Мен әлі жаспын, ата-анамнан ұяламын. Ахмет үнсіз жымиып қойды. Ол Хадишаның неге сезімін толық аша алмай жүргенін енді анық түсінді. Бұл қорқыныш емес еді. Бұл ата-анасын сыйлаған тәрбиелі қазақ қызының инабат еді. Ахмет хатты мұқият бүктеп төс қалтасына салды. Мен күтемін, Хадиша. Қанша уақыт болса да күтемін. Сенің сағындым деген бір ауыз сөзің менің барлық күткен күнімді ақтап тұр, деді ол. Сол кеште бөтен қаланың аспанында жұлдыздар баяу жымыңдап тұрды. Ал 2 айлық үнсіздіктен кейін жеткен қысқа ғана хат екі жастың арасындағы үміт отын бұрынғыдан да жарқырата түскен еді. Хадиша мектепті жақсы аяқтады. Емтихан күндері қатты қобалжыса да, Ахметтің хаттарындағы жылы сөздер оған күш берді. Сенің қолыңнан келет деген сенімін ол әрдайым жүрегінде сақтап жүрді. Ақыры емтихан нәтижесі шыққан күні Хадишаның қуанышында шек болмады. Ол мұғалімдік мамандыққа оқуға түсті. Ата-анасы да қуанды. Қызымыз елдің баласын оқытатын ұстаз болады деп әкесі мақтанышпен айтты. Бірақ оқу басқа қалада еді. Сол қалада Хадишаның үлкен ағасы Сағындық тұратын. Сағындық әлі үйленбеген, мінезі қатал, сөзі ауыр адам болатын. Ата-анасы қыздарын жалғыз жібергісі келмей, оны ағасының қолына апарды. Қарындасымызды көз қырына алып жүр. Жас қой әлі, деді әкесі. Сағындық басын изеді. Уайымдамаңыздар, мен барда ешкім еркінсіп жүрмейді. Оқуын оқиды болды, деді ол салқын үнмен. Хадиша ағасының осы сөзінен ақ алдағы өмірінің оңай болмайтынын сезді. Жаңа қала, жаңа оқу орны, жаңа үй, бәрі бөтен еді. Бірақ оның жүрегінде бір ғана таныс жылу бар болатын. Ол Ахметке деген сағыныш. Сол кеште Хадиша ағасы жұмысына кеткен кезде ақ қағаз алып Ахметке хат жазды. Ахмет, мен емтиханды жақсы тапсырдым. Мұғалімдік оқуға түстім. Қазір үлкен ағам Сағындықтың үйінде тұрып жатырмын. Жаңа мекен жайымды жазып отырмын. Хаттарынды осы адреске жібер. Өзімді жақсы сезініп жүрмін. Бірақ бәрі жаңа, бәрі бөтен. Кейде сенің хаттарыңды күтетінімді өзімде байқамай қалам. Осы жерге келгенде Хадиша тоқтап қалды. Сені сағындым деп жазғысы келді. Бірақ тағы да батылы жетпеді. Ақыры хаттың соңына өзімді күт, хат жазып тұр деп қана қосты. Бірақ ол хатты Сағындық байқап қалды. Кімге хат жазып отырсың? Деді ағасы суық үнмен. Хадиша сасып қалды. Бір танысымызға, арқалықтағы Ахметке. Ахмет, ол кім? Бала кезден көрші болғамыз. Жақсы адам. Қазір басқа қалада жұмыс істейді. Сағындықтың қабағы түйіліп кетті. Жұмыс істейді дейсің бе? Оқымаған ба? Хадиша үндемей қалды. Қарындасым, сен әлі кішкентайсың. Қазір хат жазып, сезім қуатын уақыт емес. Оқуымды оқы. Қазіргі таңда қыз балаға ең керек нәрсе білім. Мұғалім боламын дедің бе? Соған жет. Аға, ол жаман адам емес. Жаман адам емес шығар, бірақ ол сенің теңің емес, деді Сағындық қатқыл дауыспен. Сен оқуға түстің, ал ол оқымаған. Жай жұмысшы жігіт.
ертең сенім жолымды байлайды. Мен бұған қарсымын. Хадишаның көзіне жас толды. Аға, сіз оны танымайсыз ғой. Танымасам да түсініп Сен менің жалғыз қарындасымсың. Мен саған жамандық тілемеймін, бірақ бұдан бұлай оқуымнан басқа нәрсені ойламайсың. Хадиша үнсіз басын төмейінер салды. Қолындағы хатты кеудесіне қысып ұстап тұрды. Бір жағында ағасының қатал сөзі, бір жағында Ахметтің адал сезімі. Сол түні ол ұзақ жылады. Өйткені алғаш рет олардың махаббатына алыстық қана емес, адамдардың қарсылығы да араласа бастаған еді. Таң ата салысымен Хадиша кеше-кешке жазған хатын сөмкесіне салып, оқуына бара жатқан жолда пошта жәшігіне тастады. Хат жәшігінің қақпағы жабылған сәтте оның жүрегі біртүрлі жеңілдеп қалғандай болды. Енді бұл хат міндетті түрде Ахметке жетеді деп күбірледі ол. Бірақ Хадиша білмейтін бір нәрсе бар еді. Сол күннен бастап олардың арасына көрінбейтін қабырға тұрғызылған болатын. Ахмет жаңа мекенжайды алғанына қатты қуанды. Ол бұрынғыдан да жиі хат жаза бастады. Әр аптаның соңында үстеліне отырып, болған жаңалығын, жұмыстағы күндерін, Хадишаны қаншалықты сағынғанын қағазға түсіретін. Хадиша, сен оқуға түскеніне қатты қуандым. Сен армандаған мұғалім болатынына сенемін. Мен де бар күшімді салып, жұмыс істеп жүрмін. Бір күні ата-анаңның алдына бос қолмен емес, өз еңбегіммен жеткен азамат болып барғым келеді. Әр хатын осылай үмітпен аяқтайтын. Конверттің сыртына Хадиша жіберген жаңа мекенжайды жазып, поштаға асығатын. Бірақ сол хаттардың ешқайсысы Хадишаның қолына жетпеді. Бір күні кешке сағындық жұмыстан келіп, пошта жәшігін ашты. Ішінде Ахметтің кезекті хаты жатыр екен. Конверттің сыртындағы есімді оқығанда қабағы түйіліп кетті. Тағы осы жігіт пе? Ол хатты үнсіз қалтасына салып қойды. Үйге кіргенде Хадиша, «Аға, бүгін хат келген жоқ па?» деп жай ғана сұрады. Сағындық ештеңе білдірмей, «Жоқ, ешқандай хат жоқ» деді қысқа ғана. Хадиша үнсіз қалды. Келесі аптада да солай болды. Тағы бір хат келді. Тағы да Сағындық алып қойды. Ол хаттарды оқымайтын да, тек сандықтың түбіне тығып қоятын. Уақыт өте бәрін ұмытады деп ойлады ол. Айлар өте бастады. Хадиша күн сайын сабақтан келген соң, мүмкін бүгін хат келген шығар деген үмітпен пошта жәшігіне қарайтын. Бірақ ішінен ештеңе таппайтын. Жүрегі біртіндеп мұмая бастады. Бір күні түнде терезе алдында жалғыз отырып, «Ахмет, неге үнсіз қалдың? Әлде мені ұмытып кеттің бе?» деп көзіне жас алды. Ол Ахметтің соңғы хатын қайта оқыды. «Мен сені ешқашан ұмытпаймын. Сонда неге жазбайды?» деп сыбырлады. Оның ойына хаттардың жолда жоғалып жатқанын мүлде келген жоқ. Ал дәл сол уақытта Ахмет те басқа қалада дәл сондай күй кешіп жүрген еді. Ол әр кеш сайын пошта бөлімшесіне барып, «Менің атында хат жоқ па?» деп сұрайтын. «Жоқ інім, бүгін де келген жоқ». Ахмет үнсіз сыртқа шығатын. Қала көшелері бұрынғыдан дындас көрінетін. Жалғыз бөлмесіне келгенде Хадишаның аз ғана жазылған алғашқы хатын қолына алып, «Әлде мені ұмытқан шығар, әлде оқуына кіріп өмірі өзгеріп кеткен шығар» деп ойлайтын. Бірақ келесі сәтте басын шайқайтын. Жоқ, Хадиша ондай емес. Сонда да жауапсыз қалған әрбір хат оның жүрегіне ауыр салмақ болып жинала берді. Екеуі екі қалада жүріп, бір-бірін кінәлап та үлгерген жоқ. Өйткені екеуі де бір-бірінің адалдығына сенетін, бірақ екеуі де бір сұраққа жауап таба алмады. Неге хат жоқ? Ал бұл сұрақтың жауабын жалғыз ғана адам білетін. Ол Сағындық еді. Өзін қарындасын қорғап жүрмін деп ойлаған ағасы байқамай екі жастың арасындағы жалғыз көпірді, хаттарды үзіп жатқанын өзі де сезбеді. Солайша бір-бірін шын сүйген екі жүрек екі қалада бірдей қиналып жүрді. Бірі, «Ол мені ұмытты» деп жылады. Екіншісі, «Неге үнсіз қалды» деп күн сайын үмітін үзбей хат күтті. Ал олардың махаббатының ең үлкен дұшпаны алыстық емес, айтылмай қалған шындық еді. Күндер өтті, айлар өтті, жылдар да сырғып өте берді. Хадиша оқуын үздік аяқтады. Қолына мұғалімдік дипломын алған күні бәрі қуанды. Әкесі мен анасы алыстан келіп, қыздарының маңдайынан сүйді. Сағындықта қатал мінезін көрсетпей, үнсіз ғана,
Жарайсың. Енді жұмысыңды дұрыс істе. Адам болдың, деді. Хадиша көп ұзамай қаладағы мектептердің біріне жұмысқа орналасты. Сыныпқа алғаш кірген күні жүрегі ерекше толқыды. Балалардың мөлдіреген көздеріне қарап тұрып, бала күнгі арманын есіне алды. Мен мұғалім боламын деген кішкентай Хадиша енді шынымен ұстаз атанған еді. Бірақ оның жүрегіндегі бір жара ешқашан жазылмады. Ахметтен хат келмеді. Ол да енді хат жазуды қойған. Өйткені мені ұмытты деген ой жылдар бойы жүрегін жеп қойған еді. Ал шындықты ол білмеді. Ахметтің жазған хаттары сағындықтың сандығында үнсіз сарғайып жатқанын сезбеді. Бір күні сағындық жұмыстан ерекше көңілді келді. Хадиша, ертең үйге қонақ келеді. Менің бір жақсы досым бар. Есімі Нұрлан. Оқыған, қызметі бар жігіт. Құрылыста істейді. Бастық. Сенімен таныстырғым келеді, деді. Хадиша бірден қысылып қалды. Аға, маған танысудың қажеті жоқ. Қажет, деді сағындық кесіп. Сен енді бала емессің, жұмысқа тұрдың. Ертең тұрмыс құруың керек. Нұрлан сенің кеңің, оқыған, орны бар. Тұрмысқа шықсаң, бақытты боласың. Хадиша үнсіз қалды. Ол қарсы сөйлегісі келді. Бірақ ағасының қатал көзқарасы оның сөзін іште қалдырды. Көп ұзамай Нұрлан келді. Сырт көзге сыпайы, киімі таза, сөзі онықты жігіт еді. Құрылыста басшылық қызмет атқарады екен. Сағындық оны мақтап бітпеді. Міне, нағыз азамат. Сенің болашағыңды ойлайтын адам осындай болу керек, деді ағасы. Нұрлан да Хадишаға жылы сөйлеп, құрмет көрсеткендей болды. Бірақ Хадишаның жүрегі селт етпеді. Ол қанша тырысса да, Нұрланға қарағанда көз алдына Ахмет елестейтін. Оның хаттары, оның мен күтемін деген сөздері. Бала күнгі өзен жағасы есіне түсетін. Арада көп уақыт өтпей, Сағындық ата-анасына хабар берді. Нұрланның жақсы жігіт екенін айтып, Хадишаға лайық екенін дәлелдеумен болды. Ата-анасы да қыздарының бақытын ойлады. Қызым, ағаларым жамандық тілемейді. Нұрлан орны бар жігіт екен. Өмірін тыныш болар, деді анасы. Хадиша үнсіз жылады. Апа, мен дайын емеспін. Қыз бала бір күні бәрібір ұзатылады қарағым. Көңілін кейін үйреніп кетеді. Осылайша Хадиша ата-анасының рұқсатымен Нұрланға тұрмысқа шықты. Той болды. Адамдар қуанды. Дастархан жайылды. Бәрі Хадишаны бақытты керім болды деп ойлады. Бірақ той үстінде Хадишаның жанары бір нүктеге қадалып отырды. Ол ішінен, Ахмет, сен қайдасың? Деп үнсіз жылады. Алғашқы айларда Хадиша бәріне көнді. Жұмысын істеді, үй шаруасын атқарды. Күйеуінің көңілін табуға тырысты. Нұрлан жаман адам емес еді, бірақ оның жанында Хадиша өзін бөтен сезінді. Жүрегі қаламаған адамға күліп қарау қиын екен. Көп ұзамай Хадиша қыз босанды. Кішкентай сәбиін алғаш құшағына алған кезде ғана оның жүзіне шынайы жылу оралды. Қызым, сен менің жалғыз жұбанышымсың, деді ол сәбиінің маңдайынан сүйіп. Бірақ бала дүниеге келгенмен үйдегі салқындық жоғалмады. Нұрлан жұмыстан кеш келетін, Хадишаның үнсіздігін түсінбейтін. Сен неге ешқашан шын қуанбайсың? Мен саған не істемедім, дейтін ол ашуланып. Хадиша жауап бере алмайтын. Өйткені шындықты айтуға батылы жетпейтін. Оның денесі осы үйде болғанымен, жүрегі баяғыда жоғалған хаттардың ішінде Ахметтің жанында қалып қойған еді. Жылдар өте екеуінің арасы суи берді. Ақыры бір күні Хадиша бәрін тоқтатуға бел буды. Нұрлан, мен сені алдағым келмейді. Бұл өмір екеумізді де бақытты етпейді, деді ол көзіне жас алып. Нұрлан ұзақ үнсіз отырды. Сөйтіп олар ажырасып кетті. Хадиша қызын құшағына алып, төркінінің табалдырығына қайта оралды. Бірақ ол бұрынғы Хадиша емес еді. Ол енді бір кезде махаббатын жоғалтқан, кейін бақытсыз некеден өткен, бірақ қызы үшін өмір сүруге бел буған әйел еді. Ал жүрегінің ең тереңде әлі де бір есім сөнбей тұрды. Ахмет. Ажырасқаннан кейін Хадиша көп уақыт өз-өзіне келе алмады. Қызын құшағына алып, түнде ұзақ отырып қалатын. Сәбиінің тынысын тыңдап отырып, жүрегіндегі ескі жара қайта ашылғандай болатын. Ол талай рет Ахметке хат жазуға оқталды. Ақ қағазды алдына қойып, қаламын ұстайтын. Бірақ алғашқы сөзді жаза алмайтын. Ахмет, мен бақытты бола алмадым. Ахмет, мен сені ұмытпадым. Ахмет, кешір мені. Осы сөздердің бәрі жүрегінде тұрды. Бірақ қағазға түспеді. Хадиша өзін кінәлі сезінді. Ол мені күткен шығар, ал мен басқаға тұрмысқа шықтым. Енді оған қандай бетіммен жазамын, деп ойлады.
Ақыры ол ештеңе жазбады. Бір күні ешкімге көп түсіндірмей, қызын алып басқа қалаға жұмысқа кетіп қалды. Жаңа қалада жаңа мектепке мұғалім болып орналасты. Бірақ қанша жер ауыстырса да өткен өмірінен қашып құтыла алмады. Ал Ахмет болса әлі үйленбеген еді. Жылдар өтсе де, ол Хадишаны жүрегінен өшіре алмады. Таныстары: «Ахмет, жасың өтіп барады, үйленетін уақыт болды ғой» дейтін. Ахмет үнсіз ғана жымиып, «Әлі бұйырмады» деп жауап беретін. Бірақ оның жүрегінде бір ғана шындық бар еді. Ол Хадишадан басқа жанды сүйе алмады. Бір күні Ахмет Бауыржанды кездестірді. Екеуі ұзақ жылдардан кейін көрісіп, біраз үнсіз тұрды. Ахметтің көкейінде бір ғана сұрақ бар еді. «Бауыржан, Хадиша қалай? Қайда жүр?» деді ол ақырын. Бауыржанның жүзі өзгеріп кетті. Ол көзін төмен түсірді. Хадиша оған бәрін айтқан болатын. «Егер Ахмет сұраса, мені айтпа. Ол өз өмірін сүрсін. Мен оның алдында кінәлімін» деген еді қарындасы. Бауыржан ауыр күрсінді. «Ахмет, мен нақты білмеймін» деді ол, өтірік айтуға қиналып. Ахмет оның үнінен бір нәрсе жасырып тұрғанын сезді. «Ол бақытты ма?» деді даусы дірілдеп. Бауыржан жауап бере алмады. Сол үнсіздік Ахметке бәрінен ауыр тиді. «Түсіндім» деді ол жай ғана. Бірақ ештеңе түсінбеген еді. Тек жүрегі тағы бір рет жараланды. Ал Хадиша жаңа қаладағы шағын бөлмесінде сандығын ашып отырды. Ол көп жылдан бері сақтап жүрген хаттарды қолына алды. Ахметтің хаттары, сарғайған қағаздар. Бірақ әр жолы әлі де тірі сияқты. «Мен сені ешқашан ұмытпаймын. Мен сені күтемін. Бір күні ата-анаңның алдына барып, қолымды сұрағым келеді». Хадиша хаттарды оқыған сайын көзіне жас толды. Әсіресе Ахметтің өз болашағын Хадишамен бірге елестеткен жолдарын оқығанда жүрегі қарс айырылғандай болды. «Ахмет, сен мені шынымен күткен екенсің ғой» деп сыбырлады ол. Ол хаттарды кеудесіне басып өксіп жылады. Сол сәтте Хадиша алғаш рет ең үлкен өкінішін түсінді. Оларды тағдыр емес, адамдардың араласуы, айтылмай қалған шындық, жіберілмеген хаттар айырған еді. Бірақ енді бәрі кеш сияқты көрінді. Ахмет жалғыз жүр. Хадиша қызымен жалғыз жүр. Екеуі де бір-бірін ұмытпаған, бірақ екеуінің арасында жылдар, өкініш және айтуға батпаған бір ауыз сөз түреді. Сағындық бір күні Хадишаның алдына үнсіз келіп отырды. Бұрынғыдай қатал емес, жүзі шаршаңқы, жанары төмен еді. «Хадиша, мен саған бір шындықты айтуым керек» деді. Ол баяу. Хадиша ағасына таңырқай қарады. Сағындық қалтасынан сарғайған бірнеше хатты шығарды. Хадиша хаттардың сыртындағы таныс жазуды көргенде жүрегі тоқтап қалғандай болды. «Бұлар Ахметтің хаттары ма?» Сағындық басын төмен салды. «Иә, мен кезінде саған бермедім. Сенің болашағыңды қорғаймын деп ойладым. Бірақ сенің бақытыңды өз қолыммен бұзғанымды кеш түсіндім. Кешір мені, қарындасым». Хадишаның қолдары дірілдеп кетті. Ол хаттарды кеудесіне қысып, көз жасын тоқтата алмады. «Аға, неге? Неге бұлай істедіңіз?» Сағындық жауап бере алмады. «Кешір» деді тек. Бірақ Хадиша үнсіз басын шайқады. «Кешірдім, бірақ бәрі кеш қой». Сол түні Хадиша көз ілмеді. Ахметтің жылдар бұрын жазған хаттарын қайта-қайта оқып шықты. Әр жолы жүрегін тілгілеп өткендей болды. «Мен сені күтемін. Сенен жауап келмесе де, үмітімді үзбеймін». Хадиша таң атпай шешім қабылдады. Ол арқалыққа барады. Ахметті іздейді. Арқалық баяғыда емес еді. Көшелер өзгерген, үйлер жаңарған. Бірақ Хадишаның жүрегі бала күнгі ескі соқпақты бірден таныды. Ауыл шетіндегі жалғыз теректің түбінде бір қария отыр екен. Шашына ақ кірген, жүзіне жылдар ізі түскен, бірақ жанары сол баяғы Ахметтің жанары еді. Хадиша тоқтап қалды. «Ахмет». Қария баяу бұрылды. Бір сәт екеуі үнсіз қарасып тұрды. Содан кейін Ахмет орнынан ақырын көтерілді. «Хадиша, сен бе?» Хадиша жылап жіберді. «Иә, менмін. Кешір мен, Ахмет. Мен саған жаза алмадым. Мен бәрін кеш білдім. Сенің хаттарыңды ағам маған бермепті. Мен мені ұмытты деп ойладым». Ахметтің көзіне жас келді. «Мен де сені үнсіз қалды деп ойладым. Бірақ жүрегім сен жамандық істемедің деп сеніп өтті». Екеуі өзен жағасына барды. Бір кезде жастық шақтары өткен сол тыныш жерге отырып
ұзақ сырласты. Хадиша басын төмен салып: мен тұрмысқа шықтым. Бақытты бола алмадым. Қызым бар. Сенің алдында кінәлімін деп ойлап, хат жазуға батылым жетпеді, деді. Ахмет ауыр күрсінді. Неге ертерек айтпадың, Хадиша? Мен сені қабылдар едім. Қызыммен бірге қабылдар едім. Өйткені мен сені ғана емес, сенің тағдырыңды да жақсы көрдім. Хадиша көз жасын сүртті. Мен қорықтым, ұялдым. Кеш қалдым деп ойладым. Ахмет оның қолына ақырын қолын қойды. Біз екеуміз де кінәлі емеспіз. Бізді алыстатқан, айтылмаған шындықпен жетпеген хаттар. Сол сәтте екеуі де жылдар бойы жүректерінде көтеріп келген ауыр жүкті түсіргендей болды.